Достар, Draw My Life видеосында 3000 лайк жиналғанда мен сіздерге ескі мультиктерімді көрсетемін деген болатынмын. Вот достар, не үшін жинадыңдар 3000 лайк? Не үшін? Енді сіздерге позорларымды көрсету керек болды ғой. Жақсы. Короче достар, бүгін мен сіздерге өзімнің 7-8 жыл бұрын жасаған анимацияларымды көрсететін боламын. 7-8 жыл, Карл. 7-8 жыл бұрын. Окей, достар. Анимация мультиктер онша емес болады. Сол үшін говно көруге дайын болыңыздар. Серьезно? Достар, көрмей тұрып лайк басып алайықшы. Все-таки сіздерге ескі анимацияларымды көрсетіп отырмын ғой. Бірінші анимация бұл Наруто туралы. Яғни бұл анимацияда Наруто мен Орочимару қырылатын болады. Ал көрейік. Жақсы, сөздерімді қайтан аламын. Анимация ондай жаман емес сияқты, достар. Ішінде покадровый анимация бар даже. Рисовка онша емес, бірақ ең жаман анимация деп айту қиын сияқты. Ең жаман анимациялар бізді әлі алда күтіп отыр деп ойлаймын. Так, келесі анимацияда мен сразу 3 анимация көрсетемін. Ал көрейік. Аз болыпты бұл анимациялар, 3 болса да. Көріп тұрсыздар ғой, баяғы кезде мен осындай стикмандар туралы анимациялар көп жасайтын болдым. Білмеймін, өйткені оларға анимация жасау оңайырақ болғасын шығар. Шын айтсам, осы 3 анимациядан маған соңғысы ұнап тұр. Бұл жерде прям покадровый анимация жаман емес шығыпты. Келісесіздер ме, достар? Жарайды, онда келесі анимацияға кеттік. Не айтарымды білмеймін, шын айтсам. Оданша достар, сіздер жазыңыздар комментарияларға өздеріңіздің ойларыңызды. Ал келесі анимацияға кеттік. Бұл анимацияларда ешқандай мағыналар жоқ. Жай ғана төбелестер деп айтуға болады. Бірақ бір жағынан осындай төбелестер жасау арқылы анимация жасаудың бастапқы этаптарын үйренуге болады. Жақсы, давайте сразу бірнеше анимацияларға кеттік. Баяғы кезде мен анимациялардың мағынасына вообще мән бермеппін. Не айтам енді? Достар, өздерің ойларыңызды комментарияға жазыңыздар. Негізі қазірде мен суреттен күшті дамыдым деп айта алмаймын. Мен жалпы суретші емеспін негізінде. Бірақ сонда да сіздерге менің шала анимациялар ұнайтын шығар деп ойлаймын. Солай болса, лайк басайық және арнаға тіркелейік. Ал осымен келесі кездесеміз, достар. Сау болыңыздар.